Сәлем достар, параграф 50 бұрыш тақырыбындағы есептер. 870 есепте біз бұрыштарды жатқызуымыз керек. Мысалы 132 бізде доғал, 98-де доғал болады, 90-нан асса, 35 градус 90-нан кіші, демек сүйір болады. 180 өзі жазыңқы, 94 90-нан үлкен доғал болады, 90 тік бұрышқа жатады, 154 90-нан үлкен доғалға жатады, 78 90-нан кіші сүйір бұрышқа жатады. 871 есепте бұрыштар неге тең дейді? Ол үшін АОВ деп жазып алайық. Бізде А 0-ге тең, ал В болса 20 градусты көрсетіп тұр. Сонда АОВ бұрышы 20 градусқа тең болады. Екінші АОС А0 дейміз да С-ға барып қараймыз. Сонда 0-ден бастап санасақ 70 градус екен. Енді үшінші АОД бізде қарап отырсаңдар 0-ден бастап 110 градусты құрайды. Бізде енді ЕОД бізде Е керісінше 0-ге тең, демек 0 бізде 70 градусты құрайды. ЕОС Ені 0 деп аламыз да С-ға дейін барсақ 110 градус. Ең соңғы ЕОВ-мыз В бізде 160 градусты құрап тұр, доғал бұрыш. Сегіз жүз жетпіс екінші есеп МОК доғал бұрышын салайық, және АОК біріншісінде бұрышы тік болсын дейді. Тік дегеніміз білесіңдер 90 градусты құрау керек. Осындай түзу жүргізіп аламыз. АОК міне бізде 90 градусқа тең. Бұл бізде біріншісі. Екіншісі бізде тура осындай МОК сызамыз, доғал бұрыш. АОК сүйір болатындай ОА сәулесін жүргізіңдер дейді. Осындай қанша бұрыш салуға болады? Білесіңдер, бізде 0-ден 90 градусқа дейін 0 мен 90 градус жатпайды. Сонда бізде 89-дан 1 градусқа дейін сызуға болады. Сонда бізде барлығы 89 бұрыш сызуға болады екен, осындай сүйір бұрыштан. 1-ден бастап 89-ға дейін. Сегіз жүз жетпіс үшінші есеп сағат тілдері арасындағы бұрыш қандай болады дейді? Сүйір, тік, доғал, жазыңқы дейді. Ол үшін бізде сағат 360 градусты құрайды, оны 12-ге бөлеміз. Демек 1 сағатымыз 30 градусқа тең болды. Енді 2 сағатты табу үшін 30-ды 2-ге көбейтеміз, 60 градусты құрайды. Екінші 3 сағат 3-ге көбейтеміз, 90 градус. Үшінші бізде 5 сағат 30 градус көбейтілген 5 деп аламыз. Жауабы 150 градус. Төртінші 6 сағат 30-ды 6-ға көбейтеміз, 180 градус. Бізде енді сүйір 2 сағатта кездеседі, 3 сағатта, доғал 5 сағатта, жазыңқы 6 сағатта кездеседі екен. 874 берілген бұрыштарды өлшеңдіреді. Енді өздерің транспортерді алып өлшейсіңдер. Менде АОВ 115 градус болды, МЛК 35 градус, ПРС бізде 50 градус. Мен енді ескі кітаппен өлшеп отырмын, сендердікі жаңа кітаппен өлшейсіңдер. 2017 жылғы мен кітабым. 875 есеп неліктен бұрыштар қате өлшенген дейді. Ең біріншісіне қарап тұрсаңдар, ВАС-да бізде С 0-ден басталу керек болған. Сондықтан ол қате өлшенген. Екіншісі бізде 0-ден басталса, Е 50-мен аяқталу керек. 876 есеп жазыңқы бұрыш бірдей 5 бөлікке бөлінген. Демек 180 градус бізде жазыңқы, оны 5-ке бөлеміз, 36 градус. Олардың біреуін салыңдар. Оны өздерінің транспортермен саласыңдар. Сүйір бұрыш шығу керек. 877 есеп онда минуттық және сағат тілдерінің арасында бұрыш неге тең дейді.
360-12 бөлеміз. Сонда 30 градус бізде 1 сағатты құрайды. 30-ды көбейтеміз 1-ге. Екінші 2 сағат табу үшін 30-ды 2-ге көбейтеміз, ол 60 градусты құрайды. Үшінші бізде 30 градусты 5-ге көбейтеміз. Сонда 150 градус болады екен. 878 есеп. АО бұрышы 111 градус, оны сызып қойдық. Оны 111 бізде доғал бұрыш. Бұрышқа ОВ сәулесі жүргізілген. ОВ сәулесін жүргізіп қоямыз. Егер бұрыш ОВ-сы 36 градус болса, жазамыз сүйірі бұрыш. Онда АОВ бұрышы неге тең? X деп аламыз. Біз ОВ сәулесі АО-сы бұрышын 2-ге бөлгеннен кейін ол қосындылары 111 градусқа тең болады. X-ті табу үшін азайтамыз. Сонда бізде АОВ X тең, сонда 75 градус құрайды, ол АОВ бұрышына тең болады. 880 есеп. Дұрыс жауапты көрсетіңдер дейді. Бізде геометриялық фигура көп бұрыш болады. Екіншісінде де бізде көп бұрыш болады. Тұйықталған сынық сызық дегеніміз ол бір-бірін қиып өтеді. Ал бізде бұл бір-бірін қимай тұр. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Келесі есептерде кездескенше.